Сәлем достар, бүгін сіздерге қазіргі таңда ұмыт болып бара жатқан өте дәмді әрі ерекше тағамның түрін ұсынғым келіп тұр. Бұл тағамның аты қолдама деп аталады. Ең алдымен қазанымызға май қойып, майымыз қызғаннан кейін пиязды қызартып қуырып алдым. Одан соң үстінен етті ұсақ етіп турап қосып, оны да кішкене қызартып қуырып алдым. Және сәбізім сәнді көріну үшін арнайы сәндеп кескіш құралмен кесіп, осылайша дайындап алдым. Және сәбізімді де қосып қуырдым. Оның үстінен енді томат пастасын қостым. Осы орайда сіздер өздеріңізге ұнаған кез келген дәмдеуіштерді қоса берсеңіздер болады. Мен тек лавр жапырағын ғана қостым. Және жақсылап араластырып, үстінен суымызды құйып, бетін жауып, етіміз піскенше дейін қайнатамыз. Етіміз пісе бастағанда картопты турап саламын. Осы арада ішіне қосатын қамырын дайындап аламын. Ол үшін 100 грамм салқын суымызға бір жұмыртқаны жарып, және бір шай қасық тұзды қосып, тұзы мен жұмыртқамыз ерігенше кішкене араластырып алдым. Және үстінен еліктен өткен ұнымды қосып, қамыр илейтін боламын. Қамырым қатты емес, жұмсақ емес, орташа тығыздықта иленіп шықты. Қамырымызды илеп, иі қанғанша 15-20 минутқа бетін жауып, бөлме температурасында қоя тұрдым. Және 20 минуттан соң тағы бір илеп алдым да, өзіме жаюға ыңғайлы бөліктерге бөліп шықтым. Барлығын дерлік бөліктерге бөліп дайындап алдым. Енді лағманның қамырын созғандай етіп, қолымыздың көмегімен осылайша ұзынша етіп қамырларымызды дайындап аламыз. Барлық бөліктерді қолымның көмегімен осылай созып дайындап алдым. Енді әрбір созылған қамырды алып, шетінен үзе отырып, бас пармағыммен осылайша қамырды жасап алдым. Барлығын дерлік осылай жасап шығамыз. Осылай жасап, сорпаға макаронның орнына қосатын болсаңыздар, тағамдарыңыз өте дәмді шығады. Себебі қолдан жасалған тағам болғандықтан дәмі өте ерекше келеді. Жақыннан көрсеткенде осылай әрбір қамырды алып, бас пармағымызбен басып шығамыз. Сонда бізде осындай өте әдемі формалар дайын болып шығады. Барлығын дерлік қолымның көмегімен осылайша жасап шықтым. Етім піскеннен кейін оның үстінен қамырларды салып шықтым. Қамырымды салып болғаннан кейін қасықпен кішкене бір араластырып жіберіп, бетін жауып піскенше қалдырамыз. Қамырымыз піскенде осылай қамырлары бетіне шығып дайын болады. Осылайша біздің тағамымыз дайын болды. Сорпаға қамырды осылайша қолдан жасап салатын болсаңыз, өте дәмді әрі ерекше тағам болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Достар, егер сізге видео ұнаған болса, лайк басып, және подписаться батырмасын басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Себебі алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.